жеріне құйып шығамыз және тағы да шанышқымен араларын тесіп шығамыз. Суымыз барлық жерге жету керек. Кейін бетіне әсеміне қызанақ турап шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Кейін бетіне сыр қосамыз. Қаншалықты сыр көп болса, соншалықты дәмдірек болады. Кейін қайта пешке 5 минутқа сала тұрамыз, сырымыз ергенше. Міне біздің мясо по-французскийіміз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі өз формасын жақсы ұстайды. Дәл осы менің рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.